Интернеттегі бейнеңіз шынайы бейнеден қаншалықты ерекшеленеді? Мінез туралы не айтасыз? Бүгінгі таңда интернет біздің өмірімізде маңызды рөлге ие болды. Ал виртуалды өмір енді шынайы өмірден ажырамайды. Алайда, ғаламдық интернет желісі мүмкіндіктерінің кең спектрі барлығына қолжетімділікпен жазасыздық сезімін тудырады. Осының салдарынан әлеуметтік желіде мінез-құлық өзгеріп, тұрғындар арасында өшпенділікті тудырады. Экстремизм мен зорлық-зомбылыққа шақырады. Адамдар әлеуметтік желідегі жеке парақшаларында ойланбастан ақпарат жариялайды, пікір қалдырады, бөліседі. Бұл үшін жауапқа тартылу мүмкін екенін білмейді. Құқық бұзушылыққа жол берген адамның қандай жазаға ұшырауы мүмкін екенін түсіну үшін Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің кейбір баптарын сізге ескертіп, есіңізге салғымыз келеді. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 174-ші бабы. Ұлттық, нәсілдік немесе діни алауыздықты қоздыруға, азаматтардың ұлттық ар-намысы мен қадір-қасиетін, сезімдерін қорлауға бағытталған қасақана әрекеттер, сол сияқты азаматтардың дінге көзқарасы, ұлттық немесе нәсілдік қатыстылығы белгілері бойынша олардың артықшылығын не толыққанды еместігін насихаттау. Бұл қылмыс үшін 2 жылдан 7 жылға дейін мерзімге бас бостандығынан шектеу, не сол мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 256 бабының 1-ші тармағы. Терроризмді насихаттау немесе терроризм актісін жасауға жария түрде шақыру, сол сияқты көрсетілген мазмұндағы материалдарды тарату мақсатында дайындау, сақтау немесе тарату. Бұл бап бойынша қылмыскердің мүлкін тәркілеп, 5 жылдан 9 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 258 бабының 1-ші тармағы. Террористік немесе экстремистік әрекеттерді қаржыландыру. Бұл террористік немесе экстремистік топтарды материалдық құралдар мен қасақана қамтамасыз ету болып табылады. Кінәлі тұлғаның мүлкі тәркіленіп, ол 5 жылдан 9 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айырылады. Заңды білмеу жауапкершіліктен босатпайды. Бұл интернет желісіне де қатысты.